Ормандағы ағаштар ішінде бір емен ағашы мықты әрі тәкаппар болыпты. Тамыры жердің тереңіне жайылып, діңі аспанға ұмтылыпты. Оның жапырақтары күн сәулесінен жарқырап, құстарға пана, жануарларға көлеңке болғанын үнемі мақтаныш етіпті. Ешкімге иілмепті. Бір күні қатты жел соғыпты. Алғашында жел жеңіл самалдай есіп, жапырақтарды тербетіп, ағаштарды әлдилегендей болды. Бірақ уақыт өте желдің екпіні күшейіп, ағаштарды шайқап, бұтақтарды сықырлатып жіберді. Ормандағы басқа ағаштар, қайың, терек, тіпті икемді талдар желмен бірге тербеліп, оның күшіне бейімделіпті. Олар иіліп, қайта түзеліп, желдің ырқына көніпті. Ал емен желге қарсы тұрып, мен иілмеймін. Сен маған не істей аласың? Депті. Жел бұл сөздерді естіп, одан сайын ашуланыпты. Ол екпінін арттырып, аспаннан бұлттарды қуып, орманды дүр сілкіндіріпті. Еменнің бұтақтары сынып, жапырақтары ұшып діңі дірілдепті. Бірақ ол әлі де қасарысып, иілуден бас тартыпты. Ақыры желдің ең қатты соққысы келгенде, еменнің тамыры жерден үзіліп, ол құлап түсіпті. Орман тынышталғанда емен жерде жатыр еді. Бір кездері мақтанышы болған күші оны құтқара алмапты. Ал икемді ағаштар желмен бірге тербеліп, еш зақымсыз аман қалған екен. Көбіміз өмірде емен сияқты болуға тырысамыз, мықты, берік, қайтпас. Біз өзіміздің ұстанымдарымызды, мақсаттарымызды немесе сенімдерімізді қорғау үшін соңына дейін күресеміз. Бірақ мықты болу тек қарсы тұру емес, кейде иіліп, қайта түзелу. Кейде шегіну, жағдайды қабылдап, оған бейімделу шынайы күштің белгісі. Бұл әлсіздік емес, керісінше даналық,